Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін хачапури дайындаймыз. Нағыз хачапури по-аджарски қаласаңыздар, осы рецептпен жасап көріңіздер. Қамырын жасап аламыз. Ыдысқа жылы су мен жылы сүтті құйып, үстіне тұз, қант қосамыз. Дрожж саламыз. Араластырып, ұн қосамыз. Ұнды мен осылай еліктен өткізіп алдым. Қолымызбен сәл илеп, үстіне сұйық май құямыз. Қайта илеп, бетін жауып, 1 сағатқа микроволновкаға немесе жылы жерге қоямыз. Салмасына сырды үккіштен өткізіп аламыз. Қамыр көтерілді. Менде 2 хачапури болады. Енді қамырды 2-ге бөліп аламыз. Ұн сеуіп, дөңгелектеп, жайып аламыз. Сырдың жартысын салып, бетіне тегістеп қоямыз. Қамырдың бір жағын ішке қарай бүктеп, екінші жағында дәл солай бүктейміз. Және екі жағын біріктіреміз. Енді бетіне жұмыртқа жағып, 180 градус пеште 20 минут пісіріп аламыз. Жұмыртқаның сары уызын ақ уыздан бөліп аламыз. 20 минут өтті. Енді ортасын ашып, сары уызды саламыз. Қайтадан пешке 2 минутқа қоямыз. Пештен шығарып алып, сары майды осылай айналасына жағып шығамыз. Қалған сары майды ортасына қоямыз. Осымен хачапури дайын болды. Сіздермен болған Назерке. Маған лайк басып жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.